Сәлем достар, бүгінгі түс шеру шығарылымында түсіңізде ай көрсеңіз қалай жорлады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер түсіңізде мәңгілік түн келіп, аспанда ай мен жұлдыздар жарқырап тұрғанын армандаған болсаңыз, бұл түс уәзірдің немесе патшаның сол жердегі тұрғындарға қысым көрсететінін болжайды. Түсіңізде күн, ай және жұлдыздардың бір жерге жиналып, жарқыраған нұрын шашып жатқанын армандаған адам сұлтанның, уәзірдің және басқа билеуші адамдардың орналасқан жерінен ләззат алады. Түсінде өзін күн мен айдың нұрымен нұрландырғанын көргендер ата-анасына риза болады. Егер олар нұр түспесе, ол ашуландырады. Түсінде күн мен айдың оң және сол жағында немесе алдында және артында орналасқанын армандаған адам уайым мен қорқыныш билейді. Күңгірт сәуле шашатын ай бұл бақытсыз өмірге болжайды. Түсінде айдың жанында немесе оның қолында жатқанын армандаған адам оның жарқыраған жарығымен көрінетін адамға үйленеді. Егер біреу айдың жасырылғанын армандаған болса, бұл оның жақсы немесе жаман ниеттерін жүзеге асыра алмайтынын білдіреді. Түсінде жас айды көру жаңа бизнесті бастауды білдіреді. Егер түсінде біреу жерде орналасқан жарқын сәуле шығаратын толық айды армандаған болса, бұл уәзірдің сол жердегі тұрғындарға пайдасын тигізетінін білдіреді. Түсінде айдың күнге айналғанын көрген адам анасының немесе әйелінің арқасында жақсылыққа, ұлылыққа, байлыққа ие болады. Түсінде толық айды көру махаббаттағы сәттілік пен бизнестегі сәттілікті білдіреді. Айдың тұтылуы сіздің айналаңыздағы әсер ететін жұқпалы ауруды білдіреді. Жас айды көру әл-ауқаттың жоғарылауын білдіреді және болашақта некеде жақсы серіктес. Егер жас әйел түсінде оның тағдырын білу үшін айға бұрылғанын көрсе, бұл оған тағдырының көптен күткен сыйын білдіреді. Лайықты таңдалған адаммен некеде тұру. Bir адам Ибн Сиринге келіп, түсімде айдың біздің үйде екенін көрдім дейді. Ол былай деп жауап береді: сұлтан сіздің қалаңызға келеді деп. Достар, бүгінгі түс шеру шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.